Seni mine saylandan qarğam berdim. Qancha nemine депутат saylasak da bir xalqның ündöwüne bir adam көргөнүз жок болотубуз. Келип танышып жатканыңа көптөн көп рахмет қарғам. Мынаған енді халық болгон, халықтың баласы биздин ұрпақтарымыз болгосун. Мына жерди көрдүңүз ме? Таң тозаң нетип жатат. Баладар енді буган кирип чыгат. Алакта bir мейрамдарда бийлейтин болот. Олай жүрөтүн болот. Сонда мына таң көрүп bir нестени аспап берсеңиздер өзгөр адам мыкта калам. Сондай bir әдемі нәрсе бүйтіп. Енді мынау көп нәрсеміз ғой. Осындай жерде бір көмектесіп берсе деп жатырмыз баламыз. Соны айтып жатырмыз. Енді мына жер жаңбыр жауғанда күздің күні көктемде мына жердің бәрі суға толып кетеді. Батпаққа толып. 6 маусым 2023 жыл бүгін Еңбекшіқазақ ауданы Қырбалтабай ауылдық округындағы Шалқар ауылындағы Құрөзек орта мектебіне келіп тұрмыз. Мына жерде ауыл тұрғындарының шағымы, мектепке кіре беріс жерде өздеріңіз көргендей мына асфальт жоқ, брусчатка жоқ. Одан кейін мына мектептің алдындағы тас жол асфальт дейміз. Күрделі жөндеуден өту керек. Соған байланысты бізде әлі Еңбекшіқазақ ауданының мәслихатында тұрғын үй шаруашылығының отырысында тыңдайтын боламыз. Сол жерде осы мәселенің бәрін көтереміз. Енді ауыл тұрғындар өздеріңіз сіз айтып жібересіз бе? Қандай өзекті мәселелер бар осы ауылда? Сол өзекті айтып отырмын ғой. Күздің күні көктемде мына жер суға толып кетеді, батпаққа. Балалар кіріп шыға алмаймыз. Мына жерде міне көріп жатырмыз, міне осы көктемде мына жерге қызыл кірпіштерді қойып, сонымен аттап кіреміз, аттап шығамыз. Енен кейін бір тағы бір мәселе мына прожектор. Прожекторымыз 10 күн жанса 15 күн тағы светсіз отырамыз. Ауыл болып светсіз болып отырамыз. Иә, ауылда содан кейін көп өйткені бір трансформаторға қосылып тұрған. Солай шығар енді, білмеймін, свет жиі өшіп. Сол мәселесін шешіп, трансформатор қою керек па, бөтен осы свет или дополнительно ма айтыры қарастыру. Түнде тағы өшіп қалды мені свет. Түнгі сағат 11-де свет осы лампочкасымен бірге өшіп қалады дейді. Содан кейін тағы бір мәселе мына шөп, жаңа мал жағын айтып жатырмыз. Шөп жоқ, бәрі қоршалған. Содан кейін тағы бір айтарым, бізде детский площадкамыз жоқ балаларға. Хотя бір детский площадка салып берсе балаларға. Садик жоқ. Садигіміз жоқ, екі ауылда да садик жоқ. Соны айтайын дегенбіз. Ұрпақтар үшін дейін. Хотя детский площадка салып берсе бізге балалар ойнап, кішкене осында ауылдың ішінде жүретін. Әйтпесе жан-жаққа кетіп қалады, шомылуға кетіп қалама, олар білмейсің ғой. Олар қандай жағдай. Ешқандай бір не жоқ балаларға. Сонысын жасап берсе бізге детский площадкасын. Біздің округқа сайланғалы көріп тұрғанымыздай осы мектебіміз 9 жылдық. Осы екі ауылдың маңдайына біткен бір мектеп. Сол бір мектепті аядай қылып әдемілеп жасап бергенге бәрінің қолынан келетін шығар деп ойлаймын. Сондай бір азаматтар шығатын шығар деп. Өйткені мінекей мына жерден кіреді, балалар аяқтарының тобығына дейін су болып кіреді, көзіміз көріп жүр. Ол аяғы су болып кірген баладан қандай оқушы шығады, қандай білім шығады ертең. Мына есік ашылса, жабылмай қалады. Мына жерге мінекей осы жерде қызметкерлердің отырғызған гүлдері осы ауылдың қойы мен ешкісінің шөбі болады. Мына қорғағанның арқасында мыналар тұр. Енді бір 5 минут, 10 минут қаралмай қалса, осы жерге ешкіменен қой жабылып кетеді де, олар жейді мынаның барлығын. Енді осы кішкентай ғана екі ауылға берілген мектепті аядай қылып бір сондай бір азаматтар шықса екен дейміз, көмек беретін. Мына жерде бір асфальттап берсе, кеше соңғы Қоңырауда балалар мына жерде концерт қойды, шаңы аспанға шығып атты. Енді Қазақстанда тұрып атырмыз деп мақтанғанда құдайдаймыз, бірақ кейде өкінішіміз көп болады. Іштегі өзектер өртеніп жатыр. Оның бәрін айта берсек, оның бәрін қолдап біреу істей берсе, бізге де жақсы болар еді. Нұр үстіне нұр болар еді. Енді оны сондай қолдайтын азаматтар табылса екен өзің сияқты деп, сізді біз қолдадық. Сол үшін енді сондай азаматтарға қуат берсін, енді денсаулық берсін тілейтініміз. Осы мен асфальтты әкім өзінің жаңағы жылына бір рет беретін несі бар ғой, жаңағы есеп беретін жиналысы бар ғой. Сол кезде асфальтты қатып кетеді. Ол асфальтты қатып кеткелі 5-6 жыл болды, бірақ асфальтымыз соқ altында қозғалмастан тұр мінекей. Шұңқырларды ешқандай. Мына күрделі жөндеу керек. Күрделі. Бір ремонт болған жоқ қой бұл жерде. Сосын жаңа суымызды да қарап берсін сосын.
Алдыңғы жылы 40 мыңнан жинаған. Енді жан үйде бар, жан жоқ болып тұрғанда қорғанның астында тұрған бәрі жоқ міне ауылда. Артезиан есть, напора нету. Труба шіріп кеткен ғой. Шіріп кеткен труба. Суды құршап өздеріне нетіп алғанда халыққа оларға да жетпей тұр, аналарға да жетпей тұр. Қазір мына осы ауылдың басынан бастап ешкім бау-бақша салып отырған жоқ. Судың. Осы Құрызек орталық мектебінің жаңа жылу беретін соляркасы құйылған башогымыз неке мынау. Осы қыста бірнеше рет қатты бұл башок. Дұрыс қойылмағандықтан. Бұның енді өзінің мамандары бар шығар. Сол мамандары қарап берсе, соның өзінде осы жерде қызметкерлер, осының бастығы, осы мектебіміздің директор басшылығы бар, қызметкерлері бар. Оқушылар сабақтан қалмасын деп түнделетіп келіп, осыны қазып, мектептің жылуын сақтап отырды қолдан келгенше. Енді қалайда енді сабақ өту керек қой, балалар сабақтан қалмау керек. Енді осының өзінің мамандары келіп, осы қыста қатпайтындай қылып жасап берсе, осы жазда қолға алып айтатынымыз. Содан кейін мына сырттағы дәретханамыздың тұрысы анау. Енді ол да әйтеуір тек бір тұрған дүние сияқты тұр ғой, бірақ енді ол да дұрыс емес. Тұрған жері де, нелері дұрыс қойылмаған. Соны айтып өтсек деп едік. Жүретін, даже туалет кешейін, или мұнда келетін, вот жоқ ешнәрсе. Мұнан бәрі балшық неке. Мына саланчақ қой. Енді ұстаздар енді сыртқа барады ғой, оқушыларға ішке жасап бергенмен. Мынаның бәрі балшық неке. Оқушыларға іште бар ма? Иә, іште бар. Енді ұстаздар енді сыртқа барады ғой. Сонда мына балшық кешіп барып отырады суды. Мына столды түріп тұр, мына екі стол. Бізге бір столды бәрі-бір керек, бәрін алып кетті. Қисай кетті онын. Дополнительный столб или бетонный столбтармен укреплять ету керек қой, мына столбтарды шайқалып өздері отыр анау переходниктар жасап. Кішкене жел болса өшіп қалады. Он там, который столбы метает, видно прямо. Что они все повылетали, кажется, содан кейін он уже падает. Темірлер ма? Которые удерживают этот он. Ауыстыру керек, иә, мыналар уже 90-х годов тұрған столбтар ғой. Ауыл салынғаннан бері тұрған столбтар. Жоғар жағында уже. Арматуралар көрініп. Новостройкалар кей бар, үйлер салып жатыр. Кезінде столбтар болған, ол столбтарды ұрлап кетті. Ешнәрсе қалмады. Үйлерінің арттарынан үйлерінің басып алып кеткен. Көшіп келіп өздері салып жатыр. Бірақ столб жоқ. Үкіметтен как-то поддержка, хотя бы келіп столб светін өткізіп берсе, светін төлеп жасап отырады еді. А то каждый раз көршілерден былай алып отырады. Генератормен отыр. Ауылдың ішіндегі отырған адам. Отырма қашан? Мұғалімдер өздері тасып, мына жерден тасып, алдына су болып кеткен ғой, невозможно. Аяқтың балалардың бәрі су болып, бычыт болды ғой, сондай да тоже. Сол, мен айтып отырмын, әкім не қарап жүр? Неужели? Хотя бы кішкене болса да мына кішкентай ауыл ғой. Қырбалтабайды көрсең, қандай Қырбалтабай? Күшті. Отыратын жерлері бар, садиктері бар. Бізде байқұс садикті жоқ, мына жүр ғой балалар. Жүгіріп, садиктің іші. Нешасы аптека жоқ. Не пунктті да айтқан. Май кезінде уже аласыздар, кіресіздер, жұмыс істейді деген. Біздің ана Ақжалда даже медпунктта отыратын фельдшер де жоқ. Шындығын айтады. Ал енді құрметті көрермендер, бүгін біз мына Қырбалтабай ауылдық округіне қарасты мына Шалқар ауылында халықпен кездесуге келіп тұрмыз. Біздің сайлаушылар осы жол сайлауда бәрі бір ауыздан қолдап өзімізге дауыс бергеннен кейін сайлаушылармен халықпен кездесу біздің міндетіміз. Халықтың арыз шағымы өте көп, оның бәрі инфрақұрылымға байланысты. Жол бар, асфальт бар. Одан кейін жаңа мектептің алдындағы топырақ болып жатқан жерлердің бәрін асфальттау керек, не болмаса жаңа брусчатка салу керек деген сияқты халықтың наразылығы бар. Мына электр столбылары, діңгектер дейміз ғой. Кезінде кеңес үкіметінен бері ауыспаған столбылар, 20 ғасырдан бері қалған діңгектер. Соның бәрін енді біздің міндет билікке, ауданның әкімшілігіне жеткізу. Ертең сағат 9:30-да Қырбалтабай ауылына мәдениет үйіне аудан әкімі келеді, Досымбаев Алтай мырза. Сол жерге жиналысқа міндетті түрде келіңіздер, осындай өзекті мәселелерді ол кісінің құлағына жеткізу керек, айту керек. Сіздер халықсыздар, сіздер талап етуге құқықтарыңыз бар. Біз өз тарапымыздан жаңағы барынша көмектесуге тырысамыз.
мәслихаттың отырысында, мәслихат сессияларында бұл мәселелер міндетті түрде айтылады. Жаңағы тұрғын үй коммуналды шаруашылық бөлімі бар, құрылыс және сәулет бөлімдері бар. Солардың бәріне құлақтарына құлаққағыс жасап, ауданның әкімшілігі бар, аудан әкімінің орынбасарлары бар. Бәріне сіздердің талаптарыңызды жеткіземіз.